Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін қысқа арнап өте дәмді әрі өте ерекше және де тойымды салат жауып үйренетін боламыз. Осы рецептпен жасасаңыз, сізде 5,5 литрдей салат шығатын болады. Ол шамамен 8 банка болды. Қажетті заттар: болгар бұрышы, пияз, қызанақ, сәбіз, күнбағыс майы, күріш, қант, тұз және де сарымсақ. Ең алдымен көкөністерді жуып, тазалап, турап дайындап аламыз. Оларды қалауыңызша турасаңыз болады. Менің туралған нұсқаларым видеода көрсетілген, яғни жуаны ұсақтап турадым. Болгар бұрышын осындай бөлшектерге бөлдім, сәбізді үккіштен өткіздім, қызанақты осындай 4 бұрышты бөлшектерге бөлдім. Сіз өзіңізге қалай ұнайды, солай турасаңыз болады. Содан соң қазанға күнбағыс майын құямыз, оны жақсылап қыздырамыз. Май қызғаннан кейін оған пиязды салып, барлығын жақсылап араластырамыз және де 10 минуттай астын қатты отқа қойып, оны қуырамыз. Осындай сары түске енуі қажет. Содан кейін жуа дайын болған соң, оған болгар бұрышын қосып, екеуін жақсылап араластырамыз және де қақпағын жауып, 15 минут қайнатамыз. Асты қатты отта тұра беруі қажет. Мінекей осылай қайнады, шамалы сөлі шықты өзінің. Содан соң оған сәбізді қосамыз және де барлығын жақсылап араластырамыз. Содан кейін осының үстіне туралған қызанақтарды қосамыз және де барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығы араласуы қажет. Содан кейін оның бетін жауып, 30 минут бойы қайнатамыз. Асты қатты отта тұра береді. Мінекей 30 минут өтті. Осындай болып, жұмсарып, көкөністердің барлығы пісіп, дайын болуы қажет. Және де өзінің осындай сөлі шығады. Барлығын тағы да бір араластырамыз. Содан соң оған жуып тазартылған күрішті қосамыз. Және де тұз бен қантты қосамыз. Және де сарымсақты қосамыз. Сарымсақ ол қалауыңызша, оны қоспай қойсаңыз да болады. Содан кейін барлығын жақсылап араластырамыз. Тұз, қант, сарымсақ араласу үшін оларды жақсылап тұрып, барлығын араластыруымыз қажет. Содан кейін қазанның бетін жауып, баяу отқа қойып, 40 минут бойы қайнатамыз. 40 минут өтті, көкөністер мен күріш барлығы пісіп дайын болды. Қараңыздар, қандай әдемі түске енді және де оның иісін сезсеңіздер, иісі деген барлық үйді алып жатыр. Күріші пісті, осындай болып өзінің сөлі шығуы қажет. Енді банкаларға құйып орналастыруымыз қажет. Яғни банка міндетті түрде стерилизденген, тазартылған банка болуы қажет. Оны өзіңіз қалай стерилиздейсіз, сондай өзіңіздің нұсқаңызбен дайындап тазартып алсаңыз болады. Содан кейін барлық банкаларға осылай салатты құйып шығамыз. Мінекей осылай барлық салаттарды банкаларға құйып толтырып шығуымыз қажет. Содан соң таза стерилденген қақпақтармен бетін жауып шығамыз. Көріп тұрғаныңыздай, менде барлығы 8 банка шықты, яғни жалпы мөлшері 5,5-6 литрдей салат шықты. Содан соң осы салаттарды ыстық күйінде осылай төңкеріп қоямыз ыңғайлы жерге. Содан кейін оның бетін одеялымен жауып, ол суығанға дейін бір күн бойы осындай күйінде қалдырамыз. Бір күн өткен соң алып, оны сақтайтын жеріңізге қойсаңыз болады. Сіздерге видео түсінікті деген ойдамын. Баршаңызға міндетті түрде дайындауға кеңес берем.